Президент кеңесшісі Мәлік Отарбаевтың өңірге сапары студенттермен кездесумен жалғасты. Жиында мемлекет тарапынан жастарға жасалып жатқан қолдау мен әлеуметтік маңызды жобалар назардан тыс қалмады. Мәлік Нұржанұлы қазіргі жаһандану дәуірінде саналы ұрпақ тәрбиелеу, жастарды кітап оқуға ынталандыру, қоғамдық сананы дамыту бағытында ойларын ортаға салды. Заман талабына сай жастардың білімін шыңдауға, ақпараттық сауаттылықты арттыруға кеңес берді. Сондай-ақ жиында ұлттық құрылтай аясында елімізде іске асырылатын жоспарлар сөз болып, білім саласындағы тәрбие, жұмысшы мамандықтарды даярлауға қатысты мәселелер айтылды. Ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында президент біртұтас тәрбие бағдарламасының қабылдануы, білім беру мен ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие жүйесінің бастамасы екеніне ерекше тоқталып, атауын адал азамат атауына ауыстыруға толық келісетінін айтты. Бұл бағдарламаның даму стратегиясын нақты айқындауға және болашақ ұрпақтың нақты күтілетін бейнесін анықтауға негіз болары анық деді ол өз сөзінде. Ал студенттер мен оқытушылар президент кеңесшісіне көкейдегі сұрақтарын қойып, пікір алмасты. Қарап отырсаңыздар, қоғамда белең алып отырған келеңсіз жағдайлардың түбінде, қоғамда қордаланған мәселелердің түбінде не жатыр? Кез келген мәселенің астын қазып қараңыз, астарын қараңыз. Барлық мәселенің түбінде әділетсіздік дейтін ұғым бар. Барлық мәселенің түбінде адамгершілігі жоқ, имансыздық дейтін ұғымдар бар. Ал егер де әрбір азамат әділ баға берсе, әділ шешім қабылдаса, басқа азаматтарды осы елдің азаматы ретінде құрметтесе, сонда шын мәнісінде біздің шеше алмайтын ешқандай мәселеміз қалмайды, біздің алмайтын қамалымыз қалмайды. Сондықтан да адам азамат дейтін ұғым және осы ұғымға сай азаматтар ғана мемлекеттің дамуына үлес қоса алады. Университетімізде Қазақстан Республикасының президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаевпен кездесу өткен болатын. Яғни ол кісі студенттермен жақсы тіл табысып, яғни бүкіл сұрақтарға толық әрі нақты жауап бере алды деп ойлаймын.